Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Айзада, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін вафлидің күзгі нұсқасы асқабақпен бірге жасалу жолын көрсетемін. Асқабақта пайдалы дәрумендер мен микроэлементтердің көп мөлшері кездеседі. Ол бауыр, жүрек және әйел кісілерге де, балалар үшін де, арықтауға да пайдалы қасиеттері мол. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, дәмді әрі пайдалы вафлилерді менімен бірге дайындаңыз. Бөлме температурасындағы 250 мл сүт, 2 дана жұмыртқа, 60 грамм сары майды қосып араластырамыз. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, келесі жаңа видеоларымды өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Сұйықтығымыздың массасына қарай 190 мен 210 грамм көлемінде ұнды 2 бөлікке бөліп қосамыз. 1,5 шай қасық қопсытқыш, жарты шай қасық тұз, 50 грамм кәдімгі немесе қамыс қанты, 1 ас қасық даршын, жарты шай қасық мускат жаңғағы, 1 шай қасық имбирді қосып араластырамыз. Сәл болмағанда ең басты ингредиентіміз асқабақты ұмытып кете жаздадым. Әрине, қай уақытта қоссаңыз да айырмашылық жоқ, бірақ ең басында сұйық ингредиенттермен бірге араластырып жіберсеңіз болады. 220 грамм пісіп езілген асқабақ қажет. Асқабақты үлкен емес текшелерге кесіп, 200 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Қопсытқыштың әсері еніп, кішкене қамырымыз қоюланғанша 5-10 минутқа қойып қоямыз. Егер де вафельницаңыз болмаса, кәдімгі табаға оладьи түрінде пісірсеңіз де болады. Қызған вафельницаға құя бастаймыз. Вафли 3 пен 5 минут аралығында пісіп шығады. Міне біздің өте аз уақыт кететін, пайдалы әрі дәмді вафлиіміз дайын болды. Шамамен 11-12 дана шықты. Сондықтан достар, вафельницам жоқ деп емес, кәдімгі табаға 1 ас қасықпен салып, оладьи ретінде де жасап жеңіздер. Астарыңыз дәмді болсын, аман сау болыңыздар.